Сәлем достар, баршаларыңызға қайырлы күн. Сіздермен Әсел Алшы Оразқызы. Бүгінгі видеороликте өте қарапайым десерттің түрі сметанникпен бөлісетін боламын. Бұл жерге ең алдымен оның мөлшерінің барлығы описаниеде тұр. Соны қарап, өздеріңіз өлшеп алсаңыздар болады. Оның үстіне қантты, одан кейін енді ғана шыққан сары майды қосамыз да жақсылап онға аунату арқылы күштен өткізетін боламыз. Содан соң жұмыртқа қосып жақсылап жұмсақ қамыр илейміз. Яғни песочный тесто деп айтады. Солай илейміз. Видеода барлығы толыққанды көрсетілген. Видеоны толық қарамас бұрын каналға тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпа. Сары майдың барлығын үкістен өткізіп болған соң қолымызбен бір келкі етіп крошки жасаймыз. Орысша айтқанда крошки, яғни бір келкі болуы керек. Одан соң жұмыртқаны қосып қамыр илейтін боламыз. Егер де дәл осы тестоға бір жұмыртқа аз болса, екі жұмыртқа қосып кішкене ұн қосып илеп жіберсеңіздер болады. Жақсы тесто шыққаннан кейін бұны аламыз да тоңазытқышқа 30 минутқа жіберіп қоямыз. Сонда бұл өзінің формасын жақсы ұстайды. Одан кейін мұнда бізде лимонның суына, алдымен содаға лимонның суын қосып гастетіп аламыз, яғни формасын жақсы ұстап тұруына әрі дәмі де әдем болады. Сосын осыны қосу арқылы илеп, жақсылап тоңазытқышқа 10-30 минутқа қойып қоямыз. Ол уақытта пешімізде қыздырып қоямыз. Осындай лепке, яғни қолға жабысқақ болып тұрады қамыр. Жұмсақ осындай қамыр шығады. Мен екіге бөліп аламын. Үлкен бөлігін астына, одан кішірек бөлігін жан-жағына құятын боламын. Астына негізі менде мұнда 24 диаметрлі таба. Одан үлкейтсеңіздер де болады. Артылған қамырды кішкентай печеньенің бөліктері етіп, печенье жасап жіберсеңіздер де болады. Өте керемет шығады, себебі бұл песочный тесто, қатты майлы да болмайды. Содан соң енді біз өзімізге осылай түзелеп шығу үшін, жаңа қамырды бір келкі болу үшін бокалмен немесе стақанның көмегімен басшымыз. Содан соң жаңа бір келкі болу үшін шанышқының көмегімен пайдаланатын боламыз. Одан кейін қаймаққа қантты қосамыз, жақсылап араластырып аламыз. Бұл жерде миксердің көмегінсіз кәдімгі вилкамен араластырсақ та болады. Содан соң 3 жұмыртқаны қосып, оларды да қосу арқылы тағы да араластырамыз да бір келкі болғаннан кейін жаңа қамырға қосатын боламыз. Яғни бұл салманы жаңа қамырдың бетіне қоятын боламыз. Және де достар, видеоның жоғарғы жағында инста парақша белгіленген. Дәл сол парақшаға тіркеліп, алдағы жеңіл-желпі рецепттерді өткізіп алмаңыздар. Бұл бәлішті 180 градуста 1 сағатта пісіресіздер, немесе 200 градуста 45-50 минутқа жуық пісіресіздер. Сонда өте керемет болып жатыр. Суығаннан кейін жеңіздер, суымай тұра кесуге болмайды. Видеода қарасаңыздар, осындай көтерілген, алтыда 3 см болып көтерілді. Сондай жұмсақ керемет. Негізінде суығаннан кейін ғана жесе дәмі керемет болып тұрады. Міне қараңыздар, сап-сары, беті де әдемі. Дәл осы рецептті заказ қабылдау арқылы басқаларға жасап сатсаңыз да, бизнес түріне айналдырсаңыз да болады. Өте керемет шығады, сөзсіз дәмді. Міндетті түрде жасап көріңіз. Ас болсын.